Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Қазір мен сіздерменен өзімнің тәжірибемде болып жатқан онлайн сабақ барысында сандық технологияны меңгеруге байланысты бірнеше технологиялардың түріменен, не болмаса платформалардың түріменен таныстырамын. Қазір сіздер үшін мен слайдты ашайын арнайы. Енді көріп отырсыздар, бүгінгі онлайн шеберханамыздың тақырыбы Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы сабақтарында сандық технология мүмкіндіктерін пайдалану деп тұр. Баяндамашы мен Алманбетов Рахымжан Дүйсенович, Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі 45-ші Қазақ классикалық гимназиясының география пәні мұғалімімін. Енді өздеріңізге көрініп тұрғандай, қазіргі мына заманда сіздер білесіздер, ғылым мен жаңағы ақпарат жақсы дамыған. Әрбір педагог ол кез келген платформаны, кез келген жаңағы сайтты, кез келген сандық технологияны меңгеруге тиіс. Бұл сол мұғалімнің жаңағы жұмыс барысында өзінің көптеген жаңағы осы жұмысқа деген жеңілдіктерін қарастырады. Енді мен қазір сіздерге қысқаша тоқталатын болсам, әрбір жаңа ақпарат бойынша сіздер көріп отырсыздар, сандық технология дегеніміз ол 21-ші ғасыр технология ғасыры болғандықтан Қазақстан әлем бойынша ең жаңа деген оқу формаларын зерттеп, білім саласында үнемі жаңарту жасап келеді. Сұранысқа орай технология даму үстінде. Соңғы жылдары смарт технологиясы ұғымы, яғни ақылды оқыту пайда болды. Және смарт қала, смартфон, смарт құрылғы, смарт қондырғы, смарт орта деген тіркестерді жиі естіп жүрміз. Яғни e-learning орнына смарт learning келуі, ақпараттық қоғам орнына смарт қоғам қалыптасу біздің елімізде күтілуде. Қазіргі таңда смарт технологиясын өндірушілер, сіздер білесіздер, ақш, Канада, оңтүстік Корея елдері. Қазір елордамызда смарт мектептер қалыптасып келеді. Білім берудегі ақпараттық коммуникативтік технологиялар ол сіздерге көрініп тұр, оқытудың жаңа ақпараттық технологиялары. Қазіргі ақпараттық оқыту технологиялары, компьютерлік оқыту технологиялары болып табылады. Енді бұл үш ұғымның барлығы біздің сабақ барысымызда осы географияны оқыту барысында қандай технологияны пайдалана аламыз, қандай платформамен жұмыс жасай аламыз, қай жағынан оқушыға осы ақпаратты беруде зор мүмкіндіктер бар. Осыны қарастырып өтеді. Енді бұл ақпараттық жаңағы компьютерлік технологияны пайдаланудың тиімділігі, сіздер білесіздер, ол шығармашылық белсенділігін арттырады, оқушының еркін ойлауына мүмкіндік береді, ақыл ойын дамытады, жан-жақты ізденушілігін арттырады, тіл байлығын жетілдіреді, ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді. Қазір мен сіздерге мына жерде SMK-Edu.kz деген арнайы платформа бар. Біз жақсы білеміз SMK-Edu.kz платформасын, бірақ сол SMK-Edu.kz платформасында да біздің сабақтарымызға байланысты бірнеше ақпараттар бар. Яғни, жалпы ақпараттан бұрын осы сабақты өтуге деген, не болмаса сол сабақтың арасында қолдануға деген зор мүмкіндіктерді көруге болады. Мен қазір мына жерді бассам, прямой сол жаңағы білесіздер, осы жаңағы SMK-Edu KZ порталына кіремін, қазір копиировать аламын, сіздерге көрсетейін интернетті. Мен қазір демонстрация жасайын қайтадан интернетке. Көріп отырсыздар, мен қазір интернетті аштым, SMK-Edu.kz деп жаздым, онан кейін шықты, көріп отырсыздар, жаңағы сайттың өзі. Енді сол сайттың ішіне кіреміз, оны сіздер жақсы білесіздер. Бұл жерде кіру деген батырмасын басамыз, көріп отырсыздар. Егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркелу деген батырмасына тіркелесіздер. Енді мен бұрыннан тіркеліп қойғандықтан ол маған ешқандай қиындық туғызбайды, себебі жаңағы сақтап қойғанбыз. Енді әрі қарай
Мен қазір мына жерде мысалы тілді ауыстырамыз қазақ тіліне, өйткені өзімізге жаңағы оңай болу үшін, не болмаса орысша да пайдалана беруге болады. Енді сабақты жоспарлау деген бөліміне кіреміз. Сол жерде мен мысалы география деген бөлімді таңдаймын, көріп отырсыздар. Енді осы жерде мен қазір сіздерге бір сыныпты алайын, кез келген мысалы 8-ші сыныпты ашып, мен өз сабақтарымда пайдаланған кейбір жаңағы платформалардың мүмкіндіктерін көрсеткім келіп отыр. Сіздер көріп отырсыздар, атмосфераны мен аштым, климат түзуші факторлар деген бөліміне кірдім. Енді Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясын оқытуда да бастапқыда осы физикалық географияға қатысты мәліметтерді біз қарастырамыз. Сондықтан осы жерде барынша бізге қажетті жаңағы мүмкіндіктер болса, оны пайдалануға болады. Енді мен қазақ тілін таңдаймын бұның ішінде, себебі бізге керекті ғана. Енді осы жерде қарап отырсаңыздар, инструкция по установке СОР деп тұр. Не болмаса ЦБР-ді іске қосу деп тұр. Енді осы ЦБР-ді іске қосу деген бөлімін мен басқан кезде біздің сабақтарымызда пайдалануға байланысты көптеген жаңағы белгілі бір тақырыпқа байланысты ақпараттар беріледі. Міне көріп отырсыздар, уже климат түзуші факторлар 8-ші сынып интерактив дәріс деп шықты. И әрі қарай осы жерден біраз ақпаратты қазір өздеріңіз көруіңізге болады. Астана суық, Шымкент ыстық. Астанада жел жиі соғады. Алматыда неге жел жоқ? Экваторда тек жаз, ал бізде неге 4 жыл мезгілі болады? Осы сұрақтарға жауап алғым келе ме? Енді әрі қарай жаңағы жауап алғым келе ме дегенге байланысты, міне еске түсір деген, анықта деген, және зертте деген бөлімдері бар. Еске түсір. Мысалы, еске түсір деген бөлімін басатын болсақ, бұл үй тапсырмаларына пайдалануға мүмкіндік. 7-ші сыныпта география пәнінен күн райы және оның негізгі элементтерімен таныстың. Ал 8-ші сыныпта климат ұғымымен танысасың. Сонымен, климат дегеніміз көп жылдық күн райының өзгерісі. Климаттың өзгерісі климат түзуші факторларға байланысты. Бірінші фактор жер бедері. Литосфера тарауынан білетініндей, жер бедері жазық және таулы болып. Географиялық орны мемлекеттердің құрлықтық, аралдық, түбектік болып бөлінетінін есіңе түсір. Үшінші фактор күн сәулесінің түсу бұрышы. Экваторда күн сәулесінің түсу бұрышы 90 градус. Ал полюстерге қарай бұрыш көлбеуіне түсетінін есіңе түсір. Ауа массалары сен үшін жаңа ұғым. Ауа массалар дегеніміз тропосфераның көлбеу уақытта біртұтас болып қозғалатын әрі біртекті бөліктері. Ауа массаларының қасиеттері олардың пайда болу аймағына байланысты. Ауа массалары 4-ке бөлінеді. Экваторлық ауа массасы. Экватор маңында қалыптасатын ауа массасы. Экваторлық ауа массасының температурасы өте ыстық. Ылғалдылығы мол. Күн райы құбылмалы келеді. Тропиктік ауа массасы. 30 градустық ендік маңында қалыптасатын ауа массасы. Тропиктік ауа массасы температурасы өте ыстық. Ылғалдылығы өте аз. Күн райы ашық болуымен ерекшеленеді. Қоңыржай ауа массасы. 35-50 градус ендіктерде қалыптасатын ауа массасы. Қоңыржай ауа массасының температурасы жыл мезгілдеріне қарай өзгереді. Ылғалдылығы қалыпты. Күн райы жыл мезгілдеріне байланысты ауысады. Ашық күндер басым болады. Арктикалық ауа массасы. Арктика үстінде қалыптасатын ауа массасы. Арктикалық ауа массасының температурасы төмен. Ылғалдылығы аз, күн райы ашық келеді. Сіздер көрдіңіздер, бір қанша ақпараттар берілді қазір оқушы үшін. Климат түзуші факторлар. Енді сол климатолог. Бейне дәрістен үйренген ақпаратты қолдана отырып, климат түзуші факторларды сәйкестенді. Қалалардың орнын анықта. Мұқият бол. Уақыт шектеулі. Міне осындай бөлімдері шығады.
осы бөлімдерді өздері түсіндіреді, и әрі қарай бастау дегенді біз басамыз да, әрі қарай кіріп кете береміз. Кіргеннен кейін суреттер мен климат құрушы факторларды сәйкестендір. міне мынандай тапсырмалар тұрады. Енді мысалы жер бедері, күн сәулесінің түсу бұрышы, географиялық орны, ауа массалары деген ақпараттар тұр. Әрқайсысын осының сәйкестендіру керек, көріп отырсыздар. Мысалы, міне осылай сәйкестендіруге болады. Күннің түсу бұрышын қолдана отырып, картаға төмендегі қалаларды орналастыр. Енді екінші көріп отырсыздар, мысалы, тік түсетін қалалар, ол мысалы Сингапурды алуға болады, оқушы өз ақ осыменен жұмыс жасай береді. Джакартаны алуға болады, не болмаса Китоны алуға болады. Ал көлбеу түсетін қалаларға Мурманскіні немесе Сургутты алуға болады. Дұрыс болса осылай шығады, ал қате болса қате деп шығады. Мәскеуге тым жаңағы кішкене көлбеулеу, одан кейін көріп отырсыздар Астана. Міне нәтижесі бірінші тапсырма бойынша 100% деп шығады. И әрі қарай тағы да жалғастыратын болсақ, Ауа массаларының қасиеттері. міне осындай бөлімдер ашылады. Ауа массалары, олардың пайда болу аймақтары, қасиеттері туралы нақты ақпаратты есіне түсір. Арнайы шартты белгілерді ауа массаларына қатысты берілген бөлімге орналастыр. Мұқият бол. Мүмкіндіктердің саны шектеулі. Енді көріп отырсыздар, мысалы ауа массаларының қасиеттері деген міне арнайы жаңағы бөлімді берді. Бастау дегенді басамыз. Бұл да осы сабақта қажет болады. Енді көріп отырсыздар, міне мына жерде сурет берілген, суретке қарап отырып, қандай ауа массасы екендігі жазылған, и оқушы өзі білуіне болады. Мысалы, температурасы ыстық, мысалы, ылғалдылығы ылғалды, мысалы, ауа райы қандай, ашық или құбылмалы, салыстырмалы ашық, мысалы құбылмалы дегенді берсек, уже дұрыс болып шығады. Енді тропиктік ауа массасы беріледі. Бұл жерде көріп отырсыздар, өте ыстық, ылғалды, мысалы болмайды, көрдіңіздер ма? Оқушы қателессе, осылай қателесті деп шығады. Не болмаса, құрғақ десе, онда дұрыс болады. Ауа райы қандай деген кезде ашық десе, онда дұрыс. Тоже қоңыржай ауа массасы келеді. Қоңыржай ауа массасында да, мысалы, жыл мезгілдеріне байланысты өзгереді дегенді, ылғалды немесе қалыпты дегенді басып көреміз. Қазір міне көрдіңіз ба, ылғалды десек дұрыс емес, ал қалыпты десе ол дұрыс болып келеді, ал ашық десек дұрыс емес болды. Сонда көрдіңіз ба, міне нәтиже уже 1%-ық межені көрсетіп отыр. Өйткені біз осы жерде біраз қателіктер жіберіп аламыз, мысалы оқушы ретінде. Сондықтан осындай жағдайларды көруге болады. Енді қайталап жасап, оқушының есінде қалдыру үшін қайталау дегенді бассақ, тура сол бөлім қайтадан шығады. Міне тура осылай бірінші түсіндіріп алады. Ыстық, мысалы ылғалды, болмаса құбылмалы кетті. Мысалы ыстық, көріп отырсыздар, құрғақ, ашық деген мысалы. Одан кейін ауа райы жыл мезгілдеріне байланысты, қалыпты, салыстырмалы, ашық дегенді бассақ, мысалы міне уже келесі ауа массасына байланысты ақпарат шығып отыр. Енді бұл жерде суық, мысалы құрғақ, ауа райы ашық, құбылмалы, мүлдем ылғал құрғақ болатын болса, онда ашық деген ақпаратты оқушы белгілейді. Көріп отырсыздар. Сонда нәтижесі өте жақсы деп шықты, міне көрдіңіздер. Қасиеттерін өте жақсы түсінді. Жарайсың. Ал енді келесі бөлімге өтеміз. Көріп отырсыздар. Бұл жерде астаналар берілген, мысалы географиялық орны деп тұр, көріп отырсыздар.
қай ендіктерде екендігін оқушы анықтау керек. Шамамен 51-де 71 шығыс бойлық десе, тексерсем, мына жерде дұрыс деген ақпарат шығады. Тағы да ол орталықта или солтүстікте, оңтүстікте деген мағына береді. Сонда солтүстікте дегенді басып тексеруге болады оқушы. Онан кейін жер бедері жазық, қырат, тау деген тұрады. Жазық дегенді берсем, мысалы дұрыс болса, бұлай мына жағынан шыға береді. Сарыарқа, Ұлытау, Іле Алатау деп тұр. Сарыарқа дегенді белгілесек, мысалы дұрыс болып келе береді. Күннің түсу бұрышы, міне, сонда оқушыға бір қанша ақпаратты осы жерден ұқтыруға болады. Мысалы, көлбеу дегенді белгілейді, уже ол дұрыс болып келеді. Ауа массалары жазда қоңыржай, жазда арктикалық, тропиктік, жазда қоңыржай, тропиктік деп тұр. Осы ауа массасы сәйкес келетін болса, басамыз, міне дұрыс болып келеді. Екінші, қыста арктикалық қоңыржай деп тұр, мысалы көріп отырсыздар, тағы да солай басамыз, тағы да сол дұрыс болып келеді. Сонда екінші қала шығады. Бұл жерде Алматы, мысалы шамамен 48 градус 75 шығыс бойлық болатын болса, тағы да осылай. Ол Қазақстанның оңтүстік бөлігінде орналасқандығы белгілі. Жер бедері таулы болып келеді, мысалы, тағы да оқушы осылай белгілейді. Онан кейін Іле Алатау орналасқан ол жерде, и оқушының есінде де қалады. Күннің түсу бұрышы тік немесе көлбеу деп тұр. Енді бізде барлығы көлбеу түсетіндігі белгілі. Оқушы ешқашан одан қателеспейді. Онан кейін жазда арктикалық тропиктік, жазда қоңыржай, жазда тропик деп тұр. Жазда қоңыржай деген басса, сәйкес келмей қалды. Міне көрдіңіздер ма? И бір қате жіберіп алдық қазір, мысалы бізде қыста мысалы басым қоңыржай, қыста арктикалық, қыста тропиктік қоңыржай деп тұр. Көріп отырсыздар, қыста арктикалық қоңыржай деген басып көретін болсақ, тағы да дұрыс емес. Сонда оқушы міне осыны қарап отырып, біраз ақпараттарды біледі. И мынандай мәліметтер олар үшін шығып отырады. Келесіне ауыстыруға болады, тағы да келесіне ауыстыруға болады. Мысалы, и әрі қарай жалғастыру дегенді басатта, жалпы оқушының нәтижесі шамамен 100% межені көрсетіп отыр. Міне осылай өзі бағалауды жүргізіп дайын, яғни сенің білімің өте жақсы. Өте жақсы деген көбейтуді жалғастыр. Көрсеткішті немесе оларды көбейтуді жалғастыр деген жаңағы ақпаратты көрсетіп отыр. Бұл бірінші сіздер үшін платформа болатын. Енді мен қазір екінші платформаны қосам сіздерге. Қазір ол үшін тағы да мен мына жерге жазамын. Padlet тақтасы деген бар. Бұл оқушылардан ақпаратты алу үшін және соларменен байланыс жасау үшін жылдам әрі тез жұмыс жасауға мүмкіндік беретін тақтаның бірі болып табылады. Енді көріп отырсыздар, мен Padlet деп жаздым қазір интернетке. Одан кейін мен сол тақтаға байланысты менікі бірден кіреді. Себебі дайын тұр. Бұл жерде тіркелу керек. Одан кейін жаңағы аккаунт болу керек. Білесіздер, барлығын жасап болғаннан кейін кіруге болады. Мысалы, мен 9 сыныптарға өткен бір сабағымды сіздерге көрсетемін қазір. Енді бұны жасау үшін да біраз жаңағы мысалы создат копия десек, мынау екінші бір сыныпқа жасауға болады, және оның ішінде өзгертуге болады. Ал егер де жоқ толыққанды сіздерге көрсету керек болса, мен мысалы қазір мына жерден создат доску деген тұр, міне көріп отырсыздар. Сол жерден мен тақтаны жасаймын. Мысалы вы мына жерде таңдау деп тұр орысша. Көріп отырсыздар, енді осы жерде міне сіздер көргендей тақта ашылды. Бұл жерде мына жерде настройкалары бар әрқайсының, мысалы цветін ауыстыруға байланысты, әрпін ауыстыруға байланысты, мысалы оқушылар комментарий ретінде жазуға байланысты, жалпы бүкіл жаңағы жұмыстарды жүргізуге болады. И кеттік деді, уже міне мен мысалы мына жерде плюс нүктесі болады. Осы жерден мен тапсырманы жазатын болсам, мысалы міне бұлай жазып тапсырманы балаларға жіберемін. Қазақстанның аумағы жаңағы қанша километр квадрат дегендей сұрақты қоятын болсам, оқушылар ол мына жерге өздерінің жауаптарын жазады. Не болмаса жаңағы комментарий ретінде астында мысалы
комментарий ретінде де жазуға болады. Болмаса мына жерден мен дайын сұрақты алатын болсам, мен мына жерден жазамын, міне көріп отырсыздар. Осы жерден прямой жүктей аламын. Мына жерде слайдты ашып, слайдтың ішіндегі, мына слайдтың ішіндегі болмаса, мынау Word-тың ішіндегі ақпараттарды жүктеуге болады. Мынау открыть дегенді басып. Не болмаса, мына жерден жүктеуге болады, міне көріп отырсыздар. Бұл жерден де камераны қосуға болады. Өзіңіз жаңағы сұрақты видео ретінде жіберіп, әрі қарай оқушылардан жаңағы сол түсіндірме сияқты жіберуге болады. Болмаса, сұрақ сондай жіберуге болады. Онан бөлек, міне көріп отырсыздар, мына жерде қаншама жаңағы несі тұр, жүктеуге байланысты. Мысалы, сізде жоқ суреттер болатын болса, онда мына жерден іздеуге болады. Болмаса, тағы да солай YouTube каналындағы мысалы мәліметтерді көрсеткілеріңіз келсе, онда оларды көрсетуге болады. Міне іздеп жатырмыз. Уже мына жерден қаншама мәліметтер шыға бастады. Міне осы мәліметтерді оқушыларға жүктеп салуға болады. Мысалы, мен жай ғана біреуін қазір әншейін көрсетейін сіздерге. Мысалы, мынау сурет уже оқушылар үшін мына жерде қазір міне шықты уже. И оқушылар осы суретті оқып, әрі қарай өздерінің ойын мына жерге мысалы жазу мүмкін. Бұл сұрақтың жауабы деп, мысалы, бұл сұрақтың жауабы деп әрі қарай өздерінің жауабын оқушылар жазып қойса, ол уже былай міне бүйтіп жіберуіне болады. Мысалы, мен осылай қойдым, мына жерге оқушылар өздерінің комментарийларын жазып, жауабын жазып, тағы басқаларын жіберіп отырады маған. И одан кейін мына жерде настройканы ашқан кезде, мысалы, моя звездная доска дегеннің орнын, мысалы, сізде қай сыныпқа сабақ болайын деп жатыр? 9-шы Д сыныбы болса, онда 9-шы Д сынып деп қойып қоясыз. И сақтайсыз. Тура сол сіз сақтаған мәлімет міне осылай сақталып қалады. И кірген кезде сізге ол жалпы алған кезде оңай болады. Өйткені көріп отырсыздар, міне 9-шы Д сынып деп ашылды. Қазір мен сол Д сыныпқа кіретін болсам, уже жаңағы біз жасаған ақпараттарға байланысты мәліметтер шыға келеді. Және оқушыларға да тура осындай оңай жетеді. И сол сабақтың үстінде сіз олардың жазған жауаптарын оқи отырып, әрі қарай бағалауды жүргізе бересіз. Егер қате болса, сіз оның астына мына жерде редактировать деген бар. Мысалы, осы жерден өзгертуге жаңағы болады. Сондай жаңағы мәліметтерді жазып, мысалы, оқушы 2,724,900 километр квадрат деп жазса, сіз мысалы бізге жіберсе, оның астына мен жауабыңыз дұрыс деп оған кері жаңағы байланыс беруім мүмкін. Жауабыңыз дұрыс деп. Сол кезде оқушы өзінің жауабының дұрыс болғандығын ол осы жерде де, ана жақта да өзінде де көріп отыра береді. Ол үшін сіздер мынау жаңағы поделиться деген жерді басасыздар. Алғаш осы жерде жаңағы көріп отырсыздар. Мынау жаңағы сілтемені жіберуге болады осы жерден алып. Болмаса, мынау сілтемені алып, жаңағы копировать етіп, оқушылардың жаңағы WhatsApp желісіне жіберулеріңізге болады. Енді үшінші сіздерге түсіндіретін жаңағы платформаның түрі, кішкене БЖБ, ТЖБ тапсырмаларын алғанда жеңілдеу болады. Ол, мысалы, Google форма деп аталады. Мысалы, мен де уже шығып жатыр қаншама, Classroom дейді, диск дейді, портфолио дейді, сайт дейді, форма дейді, барлығы шығып жатыр. Өйткені осының барлығын мен пайдаланып жатырмын өз сабақтарымда. Мына жерде мені көріп отырсыздар. Google форма дедік, уже ашылды, открыть Google форму. Бұл жерде енді тіркелесіздер тоже, бәрін жасайсыздар. Менде енді барлығы дайын аккаунт болғандықтан, ол маған қиындық тудыртпайды. Сондықтан мен сіздерге жаңағы оп-оңай көрсете беремін. Енді мысалы, мына жерде мен алдын жасаған мысалы БЖБ-ларым, міне ашып отырмын қазір. Осы БЖБ-ларды мен жасап оқушыларға жіберіп отырамын. Мысалы, 9 сынып 390 жиынтық бағалау тапсырмалары биосфера бойынша.
енді мынау тапсырмалардың барлығын жүктеу үшін мына жерде өзі арнайы шығып тұрады. Міне, мысалы, мынау ең соңғы тапсырмадан кейін, мысалы, мен тағы да бір графа жасауыма болады. Міне, мына жерден уже шығып жатыр. Міне, жоғарысына осы жерге мен мысалы қандай да бір тапсырманы жүктегім келетін болса, онда мен мына жақтағы жаңа Word-тың ішіндегі қандай да бір өзіме жасаған мәліметтерді аламын. Мысалы, міне, Word-тағы қазір енді кішкене загрузка болып жатыр. Интернет болғаннан кейін болады енді бұндай жағдайлар. Ашылғаннан кейін, мысалы, кез келген мәліметті осы жерден мен, мысалы, ол ең оңайы жалпы алған кезде, мысалы, мен мына жерден бір тапсырманы аламын да, жарайды, мынау енді, міне, мысалы, мынау тапсырманы мен копия ала салайын. Тапсырма емес, енді бұл сабақтың жалпы демеске арналған тақырып болады. Сонда да енді асығыс болғандықтан мен сіздерге көрсету керекпін жылдамырақ. Енді мына жерге мен мысалы осыны қоямын. Ал енді осыған байланысты жаңағы орны суреттермен сипаттау деп мен бір интернеттен мысалы осы жерден сол суретті іздеуіме болады. Обзор деген кезде мысалы ол менің жаңағы рабочий столымда тұрған суреттерді алып қоюға болады. Мысалы, мына жердегі суреттерін болсақ, мына жерге уже сурет түседі, Google формада ол міне уже дайын сурет түседі. Мысалы, бір дайын сурет түсті, енді көріп отырсыздар, енді мынау асығыс болғандықтан мен қазір мына жерде енді өзімнің енді қойып жібердім қазір сіздерге. Болмаса осы жерден мысалы мынау интернеттен іздеуге болады, болмаса мынау Google-дан іздеуге болады. Мысалы, міне мына жерден жер бедері деп жазсам, осы жерден мысалы жер бедеріне байланысты суреттер шығады. Мен мысалы мына суретті алып қоямын қазір. Енді осы жерде осы суретке оқушылар сипаттама беру керек. Мысалы, бұл Қазақстан, Қазақстандағы жаңағы Көкшетау дегендей ше, ол беру үшін де, мысалы, бұл жерде вариант деп қойып қойған. Сол вариантты мен мына жерден текст деп өзгертемін. Себебі оқушы жазу керек мына жерге краткий ответ деп тұр. Одан кейін мен мына жерден балл беремін оған. Мысалы, 2 балл болатын болса, 2 балл беріледі. Сосын дайын деп жібереміз. Одан кейін міндетті түрде мынау төмендегі жаңағы строканы басуға, мынау жаңағы нені басу керек міндетті түрде. Кішкене несін обязательный вопрос деп тұр ғой қазақша. Сосын осыны мысалы алып отправить дегенді басасыздар. Міне. И осы жерден тоже өзгертетін жағдайлар болса, қарап өзгертесіздер. И мына жерден қарайсыздар, және мына жерден қарайсыздар. И сосын мына жерден осы сілтемені алып алып WhatsApp желісіне жіберуге болады тағы да. И оқушы ашады, бір рет кіреді, өзі жұмысты жасап, қайтадан жібереді. Ол сізге келіп тұрады. Ответы деген жерінде оқушылардың түгел қанша оқушы қатысқаны тұрады. Настройкадан да біраз жаңағы қарап ақпараттарды жасауға болады. Енді мысалы мынау енді көрсетейін сіздерге. Мысалы мына жерде бір сыныпта, 8-ші сыныпта мысалы міне көріп отырсыздар, 86 оқушы тапсырған. Әрбір оқушының міне жұмысы түгел осы жерден қарап, барлығын міне электронды пошталарын жазған. Аянат деген оқушы мысалы, мысалы Саттаркулова, мысалы қай сыныпта, ол барлығын енді мен өзім білемін, жаңа электронды пошталарына қарап отыр. Жаңағы немесе аттарын жазып қоюға болады. Солай жаңағы жұмыстарын тексеруге болады. Ал жеке-жеке тексеретін болсақ, онда әрқайсы мысалы мына жерде вопросы деп тұр. Айдарова Жанел, Әзімбек Қарақат, мысалы Еспай Әділет, Нұрбеков Абылай, Тұрысбек Ермек, Жақыпбай Рамазан деп тұр. Енді бұл
без оценки деп тұрғаны, біз оған прямой тестте мысалы тексеруге болады да, ал БЖВ-да өзіміз қолдан тексеруіміз керек. Осының үстін бассам, мен осы баланың міне жұмысы ашылады, ол баланың жазған мынау жазбалары, міне көріп отырсыздар, арасында мынау енді копировать салғандары да бар. Сондықтан осының барлығына қарап отырып, өзіне лайықты балын беруге болады. Менің айтайын дегенім осы. Жалпы сіздер үшін өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл жерде мен қазір сіздерге бір платформаны, сосын екі платформаны және үш платформаны көрсеттім. Енді барынша ыңғайлы етіп түсіндіре алдым деп ойлаймын. Жалпы назарларыңызға рахмет.